SpaceX-тің Марстық зымыраны, НАСАның Ай зымыранына және басқаларына қарсы. НАСАның Сатурн 5 зымыраны Аполлондар дәуіріндегі технологияның шыңы болды. Ол соңғы рет 44 жыл бұрын ұшса да, әлі де әлемдегі ең қуатты зымыран болып қалуда. Бірақ жақында жағдай өзгеруі тиіс. НАСА, SpaceX және Blue Origin өздерінің ғаламат зымырандарын жасап жатыр. Американың болашақ алып зымырандарын НАСАның Ай зымыранымен салыстырайық. Сатурн 5 ең көп дегенде орбитаға 140 тонна шығара алатын. Бұл 33 Африка пілінің салмағындай. Бұл жүктемелердің кейбірі өзгеруі мүмкін. Бірақ мұнау әр зымыранның ғарышқа қанша шығара алатынын бағалау. Falcon Heavy бұлардың ең қуаттысы болмаса да, Сатурн 5-тен кейінгі Айға адам жіберетін алғашқы зымыран болмақ. Blue Origin'ның New Glenn зымыраны коммерциялық серіктер ұшыруда SpaceX пен бәсекелеспек. Алайда нағыз монстрлар НАСАның Space Launch System мен SpaceX-тің Big Falcon Rocket машиналары болмақ. Бұл екеуі де Сатурн 5-тен қуаттырақ және түбінде Марсқа адам ұшыруға арналған. Енді зымырандардың шын қуатын, олардың тартымын тексерейік. Сатурн 5-тің жерден көтерілгендегі тартымы 34 000 килоньютон болатын. Бұл 42 Boeing 747-нің қозғайтын күшіне тең. 10 жылдық басталғанша, осы зымырандардың кемінде екеуінің алғашқы гүрілін естіп қалармыз. SpaceX Falcon Heavy'дің алғашқы ұшуы 2018 жылдың басына жоспарланған. NASA SLS 2 жылдан соң 2020-ның маусымында ұшатын шығар. Және 2020 жылға қарай New Glenn'де ұшырылар деп үміттенеміз. Монстр зымырандар дәуірі тез жақындап келеді. Қозғалтқыш гүрілін естіп тұрсыз ба?